өзі рискованный, бас миының былайтқанда бір жақ беті полностью жұмыс жасамайтын ол кісінің. Бұл өз өмірінен айырылып қалуы мүмкін. Ай маған бір 9 жыл сияқты болды. Мен былайтқанда 5 маманға қарсы шығып отырмын. Ашып жұмғанша мен аудиториям прям 25 мың. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Көптен бері Сичап Арна парақшасында пайдалы ақпараттар беріліп, сіздерге дұрыс контент беру үзіліп кетті. Енді біз жаңа форматпен көптеген ақпаратты жиынтықтап, сіздерге дайындалып, енді бұдан арғай үзбей контент беретін боламыз. Біздерге тіркеліп, комментарияларға ойларыңызды, сұрақтарыңызды жазып, бізбен бірге болыңыздар. Таныса отырайық. Бізде бүгін студияда Қошанова Балнұр Сичапарқызы. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Қайырлы күн қыздар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бүгін бізде керемет сұхбаттар, керемет историялар болатын сөзсіз, иншаллах. Соңына дейін көру керексіздер видеоны. Мен кіммін да? Жалпы мен гинеколог. Бастапқы мамандығын жай ғана акушерство гинекология бітіргем. Акушерство гинекология мамандығы бойынша жұмыс істеп жүріп, кейбір эндокринологиялық ауруларды емдей алмайтын. И жаңағыда келген пациентке айтатын, давайте мына клиникаға бар, осында мықты эндокринолог бар, мен бұны білмеймін деп осылайна басында солай жасалынды. Потом уақыт өте келе уже эндокринологияны оқыдым. Эндокринологияны оқып жүрген кезде уже гормондармен емдеу да, ол нәрсе. Бізде гормондар емдеген кезде мен наоборот чем плюстан қарағанда минустар көре бастаймын. Сосын может нутрициологияда маған проблема керек деп, осыдан 3 жыл бұрын мен нутрициологияны оқып бастадым. Ол кезде енді дамып кеткен нәрсе тұғын ол нәрсе. И оны алып жүрген кезде тоже уже арасындағы әр нәрсенің түйіннің не только оқып тек қана сол бойынша жұмыс жасау, оның ішіндегі керегін алып пайдасызын жоққа шығару. Міне, себебі практика бұл негізгі нәрсе, негізгі дүние сол. Мысалы бір том кітап шыққанмен біздегі кез келген ауру сол томдағы энциклопедия бойынша келмейді. Ал на самом деле ол әр адамның өзінің индивидуально берілетін ауруына байланысты, сол жердегі нәтижеге байланысты, сол жердегі ағзаның қызметіне, ол жердегі метаболизмге, ол жердегі функцияға байланысты. Соның арасынан іріп, сонымен ары тағы да оқу керек болды. Сонымен репродуктологияға кеттім. Әрине репродуктология біздің мұсылман діні бойынша кейбір нәрселер өте харам болып келеді. Сол себептен ол енді жаңағыда теріп алу керек болды. Сонымен теріп алып, қазіргі таңда өз мамандығымды күшейте бастадым. Сонда жеке басымда бірнеше мамандық бар деп айтуға болады. Ол менде гинекология, эндокринология, акушерство, репродуктология, нутрициология және урология. Мәссаған. Енді қазіргі таңда Сичап Арнаның өзінің белгілі бір үлкен аудиториясы бар. Жалпы аудиторияны қай кезден бастап жинай бастыңыз? Немен бөлістіңіз? Мен аудитория, жалпы мен үлкен мақсат менде аудитория жинап, оны дамыту деген нәрсе болмаған. Мен түсінбегем, ол нәрсенің шыны керек. Ең бірінші ашқан кезімде өзімнің стрессімнен арылу үшін ашқам. Яғни өзім жүкті болатынмын, как раз сол кезде мен өзім стресстен арылу мақсатында бір нәрсемен айналысу керек болды. Солай күнделікті білетін ақпараттарымды салып, солай отырдым. Бұл 2018 жылы болу керек, қателеспесем. Ол кезде команда жоқ. Команданы түсінбеймін да ол кезде. Ең бастысы өзім бар, қолымнан келген жаңа Google-дан скачать етемін фотоларды, соны өзім қолымнан келгенше обрабатывать етемін, соны сала саламын жаңағыдай. Бастысы біліммен бөлісіп отырдым. Көп нәрсе білмеймін да. Қазіргідей сторизолог бөлек, директолог бөлек, жаңағыдай копирайтинг деген сияқты нәрсе мен мүлдем түсінбейтінмін. Солай басап келдім. И неше түрлі историялардан кейін байтқанда сарафанный радио көбейген арқылы өздігінен аудитория өсіп кетті менде. Алғашқы пациенттерің есіңде ма? Әрине, барлығы башына ең үлкен аурулармен келгендердің бәрі бірштесі есімде. Кейбіреулердің жаңа статустарындағы суреттерін көрген кезде мен сразу мен бұрыннан келе жатқан пациентім ғой деген сияқты, как туысқаным сияқты ана жерде қарап отырамын. Себебі бұрыннан келе жатқандар бар оның ішінде. Ең бірінші пациенті менде Перизат деген қыз болатын, өте үлкен проблемамен келген. Перизат ол жап-жас қыз болатын, сол кезде шамасы 22 жастағы қыз. Бірінші жүктілігін босанғаннан кейін бірден инсульт болады да, ода бас миы жұмыс жасамай қалады. Сонымен өзі қазақтың қызы, бірақ басқа ұлтқа тұрмысқа шығады. Ол жақта орыс болады, хайвай болады, бұдан кейін сен туа алмайсың деген сияқты нәрсе болады. Одан ол қыз туады, неге сен қыз туасың, бізге ұл керек деген сияқты нәрсемен біраз хайваймен келген болатын сол қыз. И ол қалай тауып алған мен де білмеймін. Ол кез бізде ешқандай гинекологта аудитория жүргізбейтін, мүмкін содан тапқан шығар. Сонымен екіншісін тағы да көтеріп қойған. Сол көтерген жүктілігімен маған келген болатын. Келген кезінде барлық гинекологтар, бүкіл невропатологтар, нейрохирургтар бәрі жаңа ол қызға прерывание айтқан. Балаңды алдырып таста деген. Себебі сен инсульт алдың, тағы да инсульт алсаң, бітті өмірінен айырыласың, сен өліп кетесің. Болмайды саған деп, солай прерывание ұсынған. Сонымен ол қыз
маған келеді, жалпы күйеуімен бірге. Мен өзі клиникам, еш нәрсем жоқ, мен үйде отырған адаммын бір ғой. кабинет Кабинетте жоқ, мен үйде отырған адаммын, просто үйде отырмын, өзімнің жүктілігіммен, 2 қабатым, сонымен келеді маған. Шығыңызшы, пожалуйста, анализден бір көріп беріңізші деп солай попросить етті. Сонда мен ақша болды да білмейді екенмін, мен консультация ақша да алмайды екенмін ше өзі. Ну ладно, кел, короче, өзі жаңағы не дейді, қазақпыз ғой, әйтеуір шай пұлсыз жүрмейтінді не дейді, пакет алып келген ғой маған жейтін тамақтарымен. Сонымен шығып анализден қарадым, сөйтіп өзі мен есептейтінмін, бірақ қазір есептемеймін, ол потому что білген жоқпын ол харам халал екенін. Но менің жалпы гинекологиялық есептеу бойынша, видимо, ұл сияқты шығып тұрды. Сосын скорее всего иншаллах ұл болар деген ой болды. И ол айтты жаңағыдай, мен егер ұл тусам, жаңағыдай семьяны сақтап қала аламын деген нәрсе болды. Оның ойында мен өліп кетемін деген нәрсе тұрған жоқ еді. Семья сақтап қаламын деген нәрсе тұрды. Ол тіпті қандай қауіп төніп тұрғанын да түсінген жоқ. Мүлдем түсінген жоқ. Сонымен жаңа қызды тексеріп қараймын. Мен жерінде жүрегіме бір өзіме бір сезе бастаймын, жүрегімді сезе бастаймын. Айтады жаңағыдай, сен қазір осы пациент, бұл саған бір берілген сынақ деген сияқты нәрсе. Мен үшін ойлаймын ғой, мен может осыны жақсы қылып шығарсам ары қарай ұмтылып кетемін мен мүмкін деген сияқты. Тәуекел ғой. Тәуекел, да. Сосын айтамын, хорошо, мен енді жақсы білем бұл аборт харам екенін. Айтамын, жарайды, мен осы жүктілігіңе саған көмектесем, иншалла аман сен босанып ал, бірақ бұдан кейін міндетті түрде сен сақтанасың деп. Сонымен өзі енді көтерген сәті 8 аптада келген маған. Өзі инсульт алғанына уақыт өтпеген, арасы бір 3 ай ма сондай ғана, баласы өзі кішкентай ғана. Өзі рискованный, бас миының былайтында бір жақ беті полностью жұмыс жасамайтын ол кісінің. Енді Аллахқа тәуекел еттім. Сонымен жарайды деп, сонымен 9 ай наблюдение болдым. Бірақ сол 9 ай маған бір 9 жыл сияқты болды. Өзің көтергенде бір өзім көтерсем дейді, қорықпай жүріп шынымен. 9 жыл сияқты өмір өтті. Прям әр уақыт жаңа жазып тұрамын, хабарласып тұрамын, ананы іш, мынаны бүйт, ол жаңа больницаға түсіп қалдым, үйтіп қалдым деген сияқты. Себебі егер ол, Алла сақтасын, вдруг жаңа өліп кетіп, немесе реанимацияға түсіп кетсе, бұл жерде мен кететін едім. Менің дипломым кетеді, менің бүкіл гинекология тәжірибем бәрі кетеді, менің семьям, менің жеп отқан асымда бүкіл нәрсе жоққа кететін. Себебі ол оны жоққа шығарып жіберетін нәрсе еді. Ол жерде балаңда, анаңда. Себебі мен былай айтқанда 5 маманға қарсы шығып отырмын. Давай мен сені тудыртамын деп. Представляете, 5 маман, ол жерде гинекологымыз бар, біздің нейрохирургымыз бар, невропатологымыз бар, оның бүйрегі жұмысы, урологы бар деген сияқты 5 маманға. По прицелом тұр ғой бауырым. Да. Сонымен жоқ, Аллахтың қалауымен сол 9 жылдық 9 ай емес, 9 жылдық наблюдениеміз шүкір деп босандық. Қалай босанды, қалай 10 күн өтті, мен болды. Мен бұдан кейін бұндай жауапкершілік алмаймын. Себебі маған өте үлкен стресс болды, өте үлкен, мен өзім қобалжыдым. Бірақ Аллахтың қалауымен өте жақсы босанып алды. Бірақ сол кісі маған үлкен себепкер болған сияқты, себебі сол кісінің босануы және 21 жылдан кейінгі Нұргүл деген ханымның көтеріп жүкті болуы мені бір көзді ашып жұмғанша мен аудиториям прям 25 мың болып кетті. Получается, сол демек сені патологияда ашық айта алдың. Басқа адамдар істеуге болмайды деген нәрсені дәлелдей алдың болып тұр. Дәлелдеген болып тұрсың ғой уже. Ну, скорее всего так, бірақ мен оны дәлелдеймін деп істеген жоқпын. Бірақ ниет ондай нәрсе болған жоқ. Ниетім жаңағыдай ғой енді. Аман сен босанып алса екен, и семьясын сақтап қалсын деген сөз. Себебі алдыма жылап келгеннен кейін, күйеуі де солай жанында тұрғаннан кейін уже мен скорее всего жанашырлық көбірек болып кеткен сияқты бұл жерде. Жалпы сонда инсульт алған әйелдерде босануға қауіп бар ма? Өте үлкен қауіп бар, себебі ол өз өмірінен айырылып қалуы мүмкін. Ол паралич қой. Инсульт бұл бірақында параличтің бір түрі, яғни ол уже бір жақ беті істемей тұр ғой. Ол тірі өлік есебі да. Екінші жағы да істемей қалса, бітті ғой, ол адам болмайды ғой ол. Сол себептен өте рискованный нәрсе бізде осы болды. Бірақ енді мүмкін Аллахқа тәуекел еткенім үшін Аллах маған көмектесті әрине. Но соның қалауы болған шығар, бірақ аудитория менде содан кейін мен қалай өскенін білмеймін. И уже одан кейін 2-ші жазады, 3-ші жазады, 4-ші, уже мен не успеваю ана. WhatsApp ашамаймын ғой, ашсам уже 1000 бірдеңе чат тұрады. Жауап қоямын ғой, менің уақытым жоқ, потому что мен блогер боламын деген ниет жоқ қой менде. Менде ондай ой да жоқ, ой консультация бүйтіп керемет қылып жүрмін деген де ой жоқ. Мен лишь бір өзімнің баламды туып алу деген нәрсемен жүрмін ғой ол кезде. Тамаша. Енді ол 2018-де болған жағдай, қазір 23. Осы жылдар аралығында ем беруде, тактикада өзгерді ма? Әрине. Ол кезде мен көп нәрсені түсінбегенмін. Мысалы, басында мен цитомегаловирусты басқа дәрігерлер сияқты, это иммунная система деп, яғни иммунитет оған қарсы денем бар, это нормально деп қабылдадым. Кейін уже уақыт өте келе, уже адам санына қарай, олар жердегі патология байланысты оны емдеу керек екенін түсіндім. И ол бойынша атсалысып, қазір соны өзгерттік. Қазір әрбір жүкті әйел міндетті түрде, не только жүкті көтермей жатып, сол анализ тапсыру керек екенін түсіндік. Оны протоколға бізге енгіздік соны. Оған да оңай уақыт, ұзақ уақыт өткен жоқ. Тура солай мен де еруден күйдіру керек деп білетінмін.
оқи келе оказывается күйдірудің ешқандай керегі жоқ екенін түсіндім. Оны да жаңағыдай біраз жылдар өтіп протоколға кіргіздік. Енді қазір Аллахтың қалауымен күйдіруге болмайтындығын түсіндік. Осы сияқты біраз нәрсе бар. Енді бір нәрсе қалып тұр. Алға қойған мақсатым бойынша жас өспірімдерге бірден кок дәрілерін беруге болмайды. Ұйқы безін ұйықтатып тастайды. Гормональный таблеткалар, потому что бізде 13, 14, 15 жасқа жас өспірімдер келеді, етеккір мысалы дұрыс емес, нарушение, қан кетеді десе сразу бірден барады да гормональный препаратқа жатқызып тастайды. Одан яичниктері, яғни аналық бездер жұмыс жасамайды. Сол ұйықтаған күйі ұйықтап кетеді да, уже 25 жасында ерте климакс басталып кетеді. Ол болды. Ана болу несінен айырылады уже. Сол себептен осындай дүниелер көбейіп кеткендіктен енді мен сонымен қарсы күрес жасап жатырмын. Қазір көбінесе енді алдағы уақытта Аллахтың қалауымен оған да жаңағыдай протоколға енгізіп, сначала жаңағыдай витаминдермен, тамақтануын дұрыстау арқылы, инсулин резистенттігін төмендету арқылы деген сияқты нәрселермен жұмыс жасау менің мақсатым болып тұр. Енді мына өзім госслужбада көп жыл жұмыс жасаған екен білем, протоколға енгізу ол оңай нәрсе емес. Оған да үлкен кәдімгідей күш, уақыт, ресурс кетеді. Сондықтан өзің сол ұстанымды сен өз парақшаларыңда бөлісіп отырдың, үнемі үзбей. Бұл дұрыс емес, менің практикамда мен мынаны көрдім, бұл деген мынандай болып дәлелденген, қолға алайық деп үзбей контент беріп отырдың. Осы жерде төменгі жақта біз қазір ссылкасын тастап кетеміз. Балнұр Сейчапар қызының 2 Instagram аккаунтында бұл туралы үлкен прямо мықты контенттер берілген. Жалпы осы жылдың өзінде қанша білім алдың, қай жерден білім алдың? Биыл 2023-тің өзінде шынымен нақты санамайды екем. Есімде бары жаңа жыл бас январь айында, январь мен февраль айында мен Түркия елінде білім алдым. Одан кейін март пен апрель айында онлайн түрінде Миланнан, Италиядан білім алдым. Одан кейін июньда Питер қаласында болдым. Сентябрьде Россияда болдым, Москвада. Соғыта білімдер берілдіріп келдім. Оның арасында енді кішігірім жаңағыдай конференциялар бар. Алматы, Астана қаласында деген сияқты. Бірақ мен Қазақстан біліміне көбінесе қанағаттанбаймын. Себебі бұл жақта сразу бірден эко немесе гормон деген сияқты нәрсе өтіп кеткендіктен маған керек андай расширенный дейміз ғой, кеңейтілген білім да, жан жақта қарастырылған білім, сондай нәрселер керек. Ондай білімдер бізде әлі нақты дамый қойған жоқ. Яғни кесіп сап алып тастағанға дейінгі емдік шараларды пайдалану керек деп отырсың ғой. Да. Вот жақында мысалы бізде Делиден келді, индус, соның білімін алдық. Индус, былай қарап тұрсаңыз, ештеңе дамымаған сияқты да, енді бедный халық, біздің көзіміз сол нәрсе елестейді. Жалбырап, жалаңаш жүрген балалар. Бірақ ол жақтың медицинасы бойынша керемет дамып кеткен да. Уже бізде мысалы ракты сразу болды, сен өлесің, бітті деген сияқты мен химиямен жатқызып тастайды, ол жақта басқа этапта емдер бар да. Вот сол нәрселерді көрген кезде мен ойлаймын, бізге Қазақстанға шын мәнінде даму керек. Вот жастар қазір өте көп оқысы келетін. Солар ары қарай оқып алып кететін болса, неге біз сол мемлекеттердің алдына шықпасқа, иншаллах. Басқа мемлекет демекші, есіме түсіп отыр, өткенде бір Instagram парақшаңда бөліскен бір ақпарат бар еді, осы Меккеге көшіп кеткен әйел туралы деп жазған екенсің. Ол әйел, мен ол кісіні көрген кезде жылағым келеді, естіген кезде вообще мен оның алдында отырмын. Маған қателеспесем Ақтау ма, сол қаладан келді. Өзінің 2 қызы бар. 2 қызы үшіншісіне 2 қабат болады. Үшіншісі көтерген кезінде көптен күткен ұл болады. Енді біздің қазақта бар емес пе, ұл туып береді, яғни ұрпақ жалғастырушы деген менталитетіміз. Сонымен үшінші жүктілігі маған историясын айтып жатыр. Ол маған келген кезде жалпы толыққанды ем алып, емнің бәрін бітіріп, ары қарай Меккеге көшіп кету. Енді иманы өте мықты қыз екен, оның орнына басқа біреу болғанда міндетті түрде дәрігерлердің шашын жұлушы еді. Міндетті түрде, себебі 2 қыздың 2 қабат, үшіншісіне жүкті кезінде қатты бірден іш ауырады. Яғни толғақ басылып кетеді. Сонымен роддомға барады. Неше айлығында онда кез? 9 айында. Ай күні жетіп тұр, уже бүгін ертең босанады деген кезінде. Сонымен роддомға барады, бірінші приемныйға барады. Приемныйдан сұрайды, обменный картаң қайда деп. Сонымен бұл ауылында қалып кеткен, өзі қалда тұрады, село мен аудан арасы біраз уақыт. Сонымен айтты, бұл ауылда қалып кетті дейді. Бар алып кел дейді. Өзі толғатып тұрған әйел. Сонымен әкеле алмаймын деп жаңағы акушеркасына звондайды, ол жаңа салып жібере ма, сондай, сол арқылы зорға дегенде алдырып жатады. Сол момент күтеді. Оның өзі бір 3-4 сағат уақыт кетеді. Сонымен сөйде толғағы басталып іші бірден тырысады.
Роддомда? Роддомда, приемный покойда сонымен іші қатты тырысады. Енді ол переживать еткеннен де болуы мүмкін. Қатты переживать етті ғой, жаңағы обменсіз қабылдамай жатыр, не істеймін, қайтып қоямын деген сияқтымен. Ол жерде бетіне қарап күліп ешкім қарап тұрған ешкім жоқ. Приемныйдың өзінде жаңағыдай обменсіз қабылдамаймыз, кет деген ғой. Сол қабылдамаған. Сонымен іші бірден тырысады да, тырысқан күйі отанан жатып қалады жаңағы креслоның үстіне. Жатырмын дейді. Жатқаннан кейін уже шыдай алмай жерге қарай құлап кетеді. Сонымен екі акушерка келеді, жаңағыдай медсестралармен бірге. Ей, тұр деп, жаңа аяймен тұр деді ғой. Неғып жатсың деп. Тұр. Аняқа бар роддомға ту, обменіңді алдық дейді. Сонымен әлім жоқ дейді. Осы сөйлей алмаймын дейді, әлім жоқ дейді. Сонымен ойбай дейді, жаңағыдай екі акушерка екі иығынан былай көтереді, сөйлеп алып барады. Ана әйел айтады, мен сөйлеп алып баратқанын білемін дейді. Мына ішім дейді қампиып тұрған, мына жерге тиіп балама зақым келмесін деп дейді. Өзінше ішін тартып қоямын дейді. Коляскаға отырғызу да жоқ. Ондай жоқ. Просто екі иығын алған, сөйлеп кеткен. Мүмкін ол роддомда коляска жоқ деп білмеймін енді. Деймін, коляска салмаған. Жаңағыдай екі иығынан сөйлеп алып кеткен. Айтады, ішін тартып қоямын дейді. Жаңағы жерге тимесе екен, балама зақым келмесе екен деп ішін тартып қоямын дейді. Солай ішін тартсам дейді, ар жақтан қарасам дейді, қан кетіп жатыр дейді. Сол уақытта дейді. Есі кіреслі шығады, соны байқап тұр. Есін дұрыс білмейді, өзі ауырып жатыр, солай жатырмын дейді. Енді сөйлей алмаймын дейді. Енді қанды көрдім да, бітті дейді. Мен осымен өледі екенмін деп ойладым дейді. Себебі қан кетті, мен аман қалмаймын деп ойладым дейді. Сонымен соңғы кәлимамды айттым дейді. Соңғы кәлимамды айттым, палатаға кіргенімді білем. Сол кезде жаңағы қанның ізі бойынша реаниматолог кіреді ғой ол жерге. Сөйтіп реаниматолог кіреді да айғай шығарады ана жерде, сендер әйелді өлтіріп қоя жазадыңдар ғой деген, сол бір ғана сөз құлағында қалып кеткен әйелдің. Қалған еш нәрсені білмеймін дейді. Сол бойынша сонымен көзімді ашам дейді. Көзімді ашсам ауыз, мұрын, қуық, бүкіл жерімде катетер дейді. Тұрған катетер, есімді жия алмаймын, қолмен жайлап барып ішімді ұстаймын дейді. Ішім салсам балам жоқ дейді. Реанимацияда жатыр. Есімді білмеймін дейді. Не болып жатқанын ештеңе білмеймін дейді. Ішімді ұстаймын, балам жоқ дейді. Алған екен ғой деп жанына бүйтіп көзім жайлап ашам дейді, ашамаймын толыққан дейді. Қарасам жан-жағымда балам жоқ дейді. Уже мен сразу түсіндім, что баламды алып тастаған дейді. Енді баламның тірі емес екенін түсіндім дейді. Енді әрине ішімнен жыным да келіп тұр, ызам да келіп тұр, бірақ енді бұл Аллахтың қалауы ғой деп түсіндім дейді. Яғни ол бала бұл дүниеге келмеу керек болған дейді. Сол жерде мына әйелдің имандылығының кереметтілігі бізге 5 аптада жүрек соғысы білген кезде Алла тағала белгілеп қойды екен оның қашан өлетінін де. Оның иманы соншалықты мықтылығы болып тұрған. Соны түсініп тұр ғой. Баламның жоқ екенін түсіндім дейді. Жатырмын дейді, бет аузымды танымаймын дейді. Екінші күн көзімді аштым дейді. Айна қарап өзімді танымаймын, аяқ қолым танымаймын дейді. Ісініп кеткем дейді. Енді HELLP синдромы болған сияқты бүкіл жер ісініп кеткем дейді. Тұра алмаймын дейді. Сонымен 22 күн реанимацияда жатқан, содан кейін палатаға шығарған. Палатаға жатқан кезде, шығарған кезде катетермен шыққан, ісінген әлі бар. Сия алмаймын дейді ғой. Элементарно дейді, жұртта рахаттанып сиеді ғой дейді. Мен сия алмаймын дейді. Уже 22 күннен асып кетті дейді. Әлі сия алмаймын дейді. Сонымен жаңағы докторлар айтқан, бала шетінеген, жатырын полностью алып тастаған, қан кеткен, тоқтатып қаламаған, елі как ананың өмірін сақтап қалған. Сонымен денесін бәрі ісіп, 2 почка отказ берген. Бала да жоқ, жатыр да жоқ, өкінішке орай. Сонымен 2 почка отказ берген и айтқан, бол, сен почканы алып тастаймыз, бітті, сен өмір бақи сия алмайсың деген. Ол ауыр сөз, дәрігердің енді бізге бірінші орында контакт, дәрігер мен пациенттің арасында бір-біріне жылы контакт керек. Сенім керек, Сол нәрсе алыс болады да, дәрігердің айтқан оған одан метр қатты ауыр күш, жаңағыдай стресс болады. Бірақ оның имандылығы күштілігімен ол стресс қабылдап тұрған жоқ ол нәрсенің барлығын. Сонымен ол өзінің оқыған жеріне звондайды, өзі тоже медицинский жерде оқыған. Сол жаққа айтады, сөйтсе олар да давай сен массаж жаса, дренажный массаж, санға жаса, жаңағыдай шай іш дейді, крапивамен тағы клюква ма сондай береді. Сонымен күніге сол суды ішіп жүремін дейді. Жаңағыдай массаж өтеді, санитаркілер ақша төлеп жасатамын дейді. Жаңағы санитаркілерге. Бір күнің бір жылдай өтеді ондай. Әрине. Тек катетермен сиемін дейді. Сиюдің рахат екенін мен түсіне алмаймын дейді. Қазір сен қалған нәрсеңді ішесің де, рахаттанып барып шығарып келесің ғой. Ойламайсың ғой, ешқашан шыға алмай қалам ау деген нәрсе жоқ қой бізде. Алланың құдіреті сонда мысалы далаға шығуының өзі бір проблема болайын деп тұр ғой. Ауру. Сонымен бір күні дейді, қараңыз, бардым дейді, бір тамшы мен кіші дәртке бардым ғой дейді. Бір тамшы дейді. Қуанғанды айта алмаймын дейді. Көрдіңіз ба? Біздің кіші дәртке баруымыз қандай үлкен бақыт та, біз ойланып тұрған жоқпыз ғой қазір. Спокойно барып тұрған бақыт деп қабылдаған адам өте аз да. Айтады, мен бір тамшы шықтым дейді. Айта алмаймын анан шыққан кезде дейді, қуанған. Жүгіріп дәрігерге айтқан ғой, мен бір тамшы шығардым дейді. Дәрігер әкел дейді жаңағы. Унитазды әкел, си дейді анаған. Отыр да шығар дейді. Шығара алмаймын дейді. Біріншіден ол өзі нихаптағы әйел. Екінші ана еркектің көзінен шыға алмаған. Үшіншіден айтады, ол өзінен шығатын нәрсе емес қой дейді. Мен қазір бір тамшы шыққаныма мәз болып тұрмын дейді. Одан кейін санитарға таңдап қойды. Шығатын болсаң осыған шық, санитар көріп тұр дейді, короче. Сенбейді пациентке.
күніге сөйтіп бір күні бір тамшы, одан кейін екі тамшы, одан кейін үш тамшы, жаңағыдай жайлап жайлап кіші дәретке шыға бастадым дейді. Ал ешкім маған сенбейді дейді, мен деген мәзбін дейді, ана кіші дәретке шыққанымды мен бір айта тамшыға алмаймын қуандым дейді. дейді. Иә, қуанып мәз болып отырмын дейді да. Сонымен дейді аллахтың қалауымен 27 күнде ма, в общем, біраз кіші дәрет әлі толық шықпайды, жартылай солай шығып жүрген кезінде бұл үйіне сұранып шығып кетеді. Мен шығайын деп өзі қолхат жазып сонымен шығып кетеді. Үйіне барып күндегі массажын алып, массажын істеп сөйтіп жүргеннен кейін уже 1,5 айдан аса уақыттан кейін уже кіші дәретке бара бастайды. Содан мен бақыттың не екенін енді түсіндім Не деген дейді. сабыр десе, сол 21-24 күнді күткен. Сонда 1,5 ай күткен ғой, кіші дәретке баруын ол 1,5 ай күткен. Мен қазір шыққан сайын мен Аллаға шүкір деймін, рахаттанып мен шығып аламын дейді. Менде проблема жоқ дейді, ойланып шығып жатырмын дейді. Сол себептен содан кейін енді маған келіп тұрған кезінде әрине енді бұл түсінді, бұдан кейін ұлт сыйлай алмайтын да бәрін, бірақ күйеуімен бақытты, альхамдулилля. Енді бұның арманы Меккеге көшіп кету. Сол маған келген кезде де сол бүкіл денсаулығын бір көрсетіп, қыздардың денсаулығын бір көрсетіп, ары қарай Мекке қаласына көшу болған. Сонымен сол кісі енді қазір көшіп кеткен де шығар уже. Бірақ үлкен бақытты. Сол жерде мысалы ол күні жетіп тұрған 9 айға босануға дайын тұрған әйелде қандай не себепте бала шетінеп кетті? Ол ішінен тепкеннен болды ма, әлде оның хронический аурулары болды ма? Енді бұл жерде екі нәрсе бар, подозрение жасауға болатын. Біріншісі бұл қатты стресс, ішім тырысты деп айтты ғой. Сол іші тырысқан кезде отслойка болған болуы мүмкін, яғни бала жолдасы бірден ажырап кеткен болуы мүмкін. Екінші себебі мүмкін іш тепкен кезде травма алып, содан отслойка болған болуы мүмкін. Енді нақты айту қиын әрине, но міндетті түрде бұл жерде отслойка болып тұр, себебі қан бірден кеткен кезде бірінші орында біз отслойканы есімізге түсіреміз. Жалпы өзіңді Баладан бала жолдасының бірінші бөлінуі. сонда күнің жақындап келе жатқанда ол документ сенімен бірге болу керек қой, былай айтқанда. Негізінде қазіргі таңда қажет емес. Жалпы ол кезде де ол қажет емес тұғын негізі. Себебі ешқандай дәрігер ауырып тұрған адамды көрген кезде оның несін сұрамайды. Оған экстраны көмекті ғана біледі. Мысалы, жолда кетіп барасыз, бір талып құлап қалды дейік, тілі кетіп барады. Сен сұрамайсың, сен картаң қайда, баяғыда немен ауырғансың деп не істейсіз? Сразу экстраны көмек жасау керексің. Тілін ұстап қаласың, басын жатқызасың, оңға қарай бұрасың деген сияқты нәрселермен, жоғары көтеріп, төмен аяғын соз, жи деген сияқты нәрсемен экстраны көмек жасайсың. Ол кісіге де солай экстраны көмектесу керек болатын, әрине. Бірақ енді ондай нәрсе қаратылмаған. Мүмкін ойлаймын, қазір дәрігерлер де ойлаған жоқ шығар, бұның өйтіп өліп кететінін, да, ондай қиындыққа болатын, баланың шетінеп кететінін білген жоқ шығар. Жалпы клиникада да бізде экстренный заттар тұру керек, жалпы. Кез келген мысалы біздің клиникамыздың қасымыздан өтіп бара жатқан кезде бір случай болса, олар кірген кезде біз көмектесе алатын, скорый келгенге дейін бір шыдата тұратын бұрышымыз болу керек ғой. Да, ол міндетті түрде біздің клиникада біреуміз үшеуін былай қадағалап қойғанбыз. 3 түрлі яблокамен беріледі өзі, түсті. Сол бойынша қойып қойғанбыз. Ол жерде тек гинекологиялық менің центр болғаннан кейін мен гинеколог қоюыма болады. Дегенмен бізде көбінесе әйелдер талып жатады, құлап жатады, сырттан бір авариямен травма болып жатады деген жеті нәрсе келеді. Сол себептен ол бізде жан-жақтан міндетті түрде тұр. Ол әр клиникада ол міндетті түрде болу керек. Яғни отырмау керек та. Менде жоқ, ничего, мен вообще ондай клиникаға қатысым жоқ деген нәрсе емес. Себебі халық бұл ПМСП ғой деп таңдап түсінбейді да, ол не ПМСП деген не, ол қандай, оған лишь бы клиника, все. Ол клиникаға бару керек, соны түсініп тұр. А ол жерде екісі бар, жоқ, ол оны түсінбейді ғой. Сол себептен әр клиникада бұл міндетті түрде болу керек. 2018-де үйде қабылдап жүрген, онлайн консультация беріп жүрген Сичапарнаның қазіргі дәрежесі қандай? Екеуінің разницасы әрине өте үлкен. Себебі бірінші 2018-де мен онлайн консультация бастап жүрген кезінде 2018-2019 шамасы, сол 18-19 басы болу керек. Онлайн консультация жүргізетін кезде менің лечениемді сұрайтын дәрігерлер. Кім дәрігер берді, маған берші, мен фотоға түсіріп алайын деп, схемасында. Сөйтіп пациенттер айтып келеді маған, сөйтіп сұрап бере беріңіз, солай сұрайтын. Сол кезде күлетін, особенно не бар бұл жерде деген сияқты да, өзімді күлкі қысатын, кішкене ойнап. Ол кезде менде уақыт көп болғаннан кейін мен әйелдермен онлайн консультацияда спокойно сөйлесіп, әрқайсысы анамнез жинап, қалай болатын, фотосын сұрап, мен олай жүргізе алатын. Қазір менің ресурсым жетпейді. Себебі қазір әйелдер саны да өте көп, онлайнда да, офлайнда да. Сондықтан ресурсым жетпегеннен кейін мен көбінесе тек офлайн түрде қабылдаймын. Себебі офлайн әрине онлайнға қарағанда намного күшті. Сен онлайнда мысалы 1,5 сағат уақытың кетсе, офлайнда сен жарты сағатта сен бәрін өзің көріп ала аласың. Полностью біле аласың, олда не бар екенін. Ол жасырып тұрған нәрсесін бәрін көріп алуға болады. Біздің әйелдер көбіне жасырады, жаңағыдай выделением жоқ, менде ештеңе жоқ деген сияқты. Жоқ нәрсе болса, ол бекерден бекер көтере алмайды ғой. Сол себептен оның бәрін өзің айтпаса да көре аласың да. Сонда плюстары бар. Сондықтан офлайн ол әрбір әйелге керек дүние ғой. Міндетті түрде жылына бір рет бару керек нәрсе. Гинекологтың қаралымында болу керек, иә?
ең құрғанда 1 рет жылына. Клиникада жалғыз өзіңіз істейсіз ба? Клиникада жоқ, мен жалғыз өзім істемеймін. Бұрын мен клиникада есіне кетпей біз 2 дәрігер бірге істегенбіз, екеуміз ғана істейтінбіз. Бізде акушерка басқа ештеңе болмаған. Кейін бір ғана акушерка алдық. И то жаңағыдай не істемейтінбіз. Қазір енді адам көбейді, мүмкін содан да шығар. Жанымда қазір өзім шәкіртім бар, Аллаға шүкір. Өзім тәрбиелеп, ем схемамды берген кісі бар. Бір емес, әрқайсымыз басымызда екі акушеркадан деп айтуға болады. Бір клиниканың өзінде, кішігірім клиника болса да, 5-тен көп акушеркамыз бар. Ол жерде өзім жеке УЗИсім бар. УЗИді мен специально гинеколог маманы алып кеткен УЗИді алдым. Себебі ол гинеколог проблеманы түсіну үшін, және де аппарат, сондай жақсы аппарат алдым. Көп нәрсені көре алуымыз үшін, пропускать етпеу үшін. Әйтпесе қаншама ұсыныстар келді, китайский УЗИлар, иә, мысалы 5 миллион, 8 миллион, 12 миллионға дейінгі да неше түрлі китайскийлер. Мен алғым келген жоқ, себебі ақыры алғаннан кейін әдемісін алу керек. Мысалы мен қазір телефонда да солай ғой, біз алғаннан кейін ақыры 15 алу керекпіз iPhone 7 алсақ уже менсінбей тұрамыз оған. Сол сияқты сразу жақсы УЗИ алдым. Біріншіден әйелдер емдей алуым үшін, көре алуым үшін көп нәрсені. И кальпоскоп аппаратым бар, қаншама аппараттарымыз бар одан бөлекте. Олардың бәрі осы гинекологиялық ауруларға ем ретінде қолданатын бүкіл дүние менде бар, алхамдулилlah. Қазір енді есіктен кірген әйелге комплексный ем тағайындауға, диагностикадан өткізуге барлық жағдай қарастырылған. Қарастырылған, шүкір Аллахтан, бәрі бар. Енді бұл жерде плюсы әйелдерге, мен как гинеколог ретінде тек астын ғана көргім келмейді. Олай көретін болсам, мен ол кісіні емдемеген болып есептелемін. Себебі бізде негізі осылай тактика бойынша әр маман өз жұмысын білу керек. Мысалы терапевт басқа жолдардың бәрін өздерін емдеп алу керек. Немесе гастроэнтеролог, гепатолог, жаңада гепатолог десе әркім өзінің бауырын, өкпесін, несін деген емдеп алу керек. Ал гинеколог өзінің қана деген сияқты да. А егер былай қарайтын болсақ, одан біз дұрыс ем алмаймыз. Мысалы элементарно лейкоплакия. Кетпейді лейкоплакия бір әйелде. Лейкоплакия бұл рак шейки матки былай айтқанда. Ол аслында уже рак, да. Менде бір әйелде болды, осылай шейкасы аппақ, жаңағы жемчуг сияқты ағарып кеткен да. Лейкоплакия. Емін таппаймын бастапқы уақытта. Потом мен түсіндім, оказывается, элементарно хеликобактер пилоридан болады. Сонда асқазанның ауруынан жатыр мойнының рагы болуы мүмкін. Представляете? Вот осындай бір-біріне байланысқан аурулар бізде өте көп да. Сол себептен ол тек қана астын көре салу, оған ем бере салу, бұл наугат деген нәрсе ғой. Наугат турасында сондай шығар деп бере салу деген нәрсе да. Ал толыққан тексеріп оны білмейінше сіз ештеңе айта алмайсыз. Сонда бір рамкаға тығылған бір емнің түрі жоқ. Сен алдыңа келген клиент, пациенттің бүкіл жағдайын тексеріп барып, индивидуальный подход жасайсың ғой, ем жасайсың ғой. Иә, барлығына сондай болады. Мысалы, эктропион екен деп, бәріне бір эктропион емі кетпейді. Элементарно, да? Или болмаса тағы да басқа бір, сенде афарит екен деп, бәріне бір афарит ем кетпейді. Мысалы, лейкоплакия тек қана противовирусный, или антибактериальный емдейсің. Оны емдеген ол кетпейді. Кеткен жоқ қой ол қыздікі. Оның арқадан емдемейінше, пока анау кетпейді. Дәл солай, мысалы, менде, представляете, 8 жыл кәдімгідей пиалайдан шығарып алатындай выделение келетін. Өте көп жасыл. Тоқтамай 8 жыл келген. Тоқтамай 8 жыл келген. Емдей алмаған. Дәрігерлер матканы апса, бұл жарамайды деген. Апса, бұл бітті деген. Енді оңай сияқты айтылған бір айтқанда. Сонымен ол кісі келген кезде, пиалай сияқты мен өзім көрген кезде кәдімгідей сорып алған кезде пиалай шығатын. Мен әрине ол жүргенбе мүмкін емес, жүргеніп кететінбіз кәдімгідей. Представляете, мен соны июльдан бастап 7 ай ма 6-7 ай деген кезде өтін емдеу арқылы сол выделение кетірдім. Өтен кеп тұрған нәрсе. Өт қайда? Иә. Жатыр қайда? Мен бірінші жатырмен жұмыс жасап көрдім. Мен бірінші қынаппен жұмыс жасадым, жатырмен жұмыс жасадым. Бірақ болмайды да, нәтиже жоқ. Шейкасын кесіп те көрдім, может ірің тұрған шығар. Ол да болмайды да уже. Соңында осы ас қорыту жолы өтін емдеген кезде барып мен, шүкір дедім да. Яғни көріңіз, я сама в шоке. Тұрамын да, мәз болған бір нәрсені бір тауды қопарып тастаған адам ұқсап. Сонда ол гастроэнтерологтың жұмысы кіріп кетіп тұр ғой. Енді да, бұл жерде сол нәрседе кіріп тұр ғой. Енді мен егер оған жіберетін болсам, не істейді ол гастроэнтеролог, айналып келіп өзінің жаңағы эссенциалия, клеон да, не бар. Ол гинекологический жағын көріп тұрмағаннан кейін өзінің белгіленген бір патологиясын ғана емдеп береді, иә? Ешқандай бір привязка жоқ гинекологияға. Сол себептен жаңағыдай кішкене жұмыс жасау керек. Естественно, оған диетасы айтылды, застойларын жеңу айтылды. Застой кетпейінше ешқандай ем қонбайтыны түсіндірілді да. Содан кейін енді Аллахтың қалауымен нәтиже солай осынша уақыттан кейін болды. Ол мен үшін де бір не эксперимент болған. Мен өзіне де айтқанмын, егер сен маған экспериментсің. Мен де білмеймін сенде не болатыны. Егер келсең кел. Ол айтты, мен сізге сенемін, болды, мен келемін деді. Содан ол үзбей келді. Енді Аллахтың қалауымен нәтиже болды. Сонда